Бисмиллахиррахманиррахим. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін етпен пюре жасау тамағын жасаймын. Өте оңай. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Енді тұзымызды, суымызды, картошкамызды саламыз. Одан кейін тұздығымыз үшін помидор, морковь, жуак керек болады. Олардың бәрін осылай қуырып аламыз. Майда қуырып аламыз, тұзын бұрышын саламыз бұғанда. Осылай пюремізді қайнатып аламыз. Суда мен пюрені осылай жасаған жақсы көремін. Міне тұздығымыз қуырылып жатыр. Енді осыған пісіп тұрған етімді саламын. Сіздер қуырмаштап алдына қорсаңыздар болады. Менде пісіп тұрған ет болды. Соны салдым. Осындай пісіп тұрған етіңізге, тұздығыңызға енді аздап су құясыз. Сол кезде қалаулы өзіңізге ұнаған нені шығарасыз, подливаңызды шығарасыз. Тастаған жоқпын, алып қойдым. Осылай мына видеода дұрыс көрінбей қалған, ыстығы болғандықтан. Осылай пюреңізді пюре езетін құралдың көмегімен ұнтақтап езесіз. Енді комочек болмас үшін аздап сүт, сосын жаңағы пюреңіздің қайнаған суынан құйсаңыз болады. Сонда однородный, бір текті, ешқандай комочкасы жоқ. Кішкене тұз бұрыш саласыз, тұзын салмайсыз. Бұрыш салып, өте күшті пюреңіз жасап аласыз. Жегенде ыңғайлы. Үйде үлкен адамыңыз болса, кішкентай бөбегіңіз болса, бұл тамақ өте таптырмас тамақ. Міне уже мына жерде сүтін құямын мен, суынан құямын, картошканың піскен, төгіп тастаған жоқпын барлығын. Осылай однородный жасайсыз, әйтпесе құрғақ болады. Ал енді сондай міне осылай безендіріп, кешкі асыңызға немесе түскі асқа отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді, жұмсақ тағам. Қабыл алыңыздар. Каналымда басқа да дүниелер болады. Тек қана тамақ емес, қарасаңыздар болады. Алдыға рахмет.